Саламатсыздар ма? Қызылорда облысы, Арал қаласы, Арал индустриалды техникалық колледжі. Пән электроника негіздері мен жалпы электротехникасы. Сабақтың тақырыбы тұрақты тоқ электр тізбегі. Оқытушы Кыркабакова Жанна Кожагелдиевна. Сабақтың мақсаты тізбектегі шартты белгілердің сызбаларын және атауларын таныстыру, білім алушыларға алған білімдерін бекітуге мүмкіндік беру. Алдарыңызда қарапайым электр тізбегі. Электр тізбегі электр тоғын өткізетін құрылғылардың жиынтығы. Қарапайым электр тізбегі электр энергиясының көзінен және тұтынушыдан және электр энергиясының көзі мен тұтынушыны жалғастыратын С1 және С2 жалғастырушы сымдардан тұрады. Жалғастырушы өткізгіш сымдар электр энергиясының көзіне оң және теріс деп аталатын екі қысқыштар арқылы қосылады. Электр энергиясының көзі оған өткізгіш сымдар арқылы қосылған энергия тұтынушымен бірге тұйықталған электр тізбегін құрады. Тұйықталған электр тізбегінде үздіксіз зарядтар қосылысы пайда болады. Оны электр тоғы деп атаймыз. Тұйықталған тізбектегі электр тоғы энергия көзінің электр қозғаушы күші әсерінен ағады. Тізбекте тоқ жоқ болған жағдайда да, яғни тізбек ажыратылған кезде де энергия көзінде электр қозғаушы күші пайда болады. Тізбекте тоқ жоқ болған жағдайда да электр қозғаушы энергия көзінің қысқыштарындағы потенциалдар айырымына тең. Металл өткізгіштеріндегі тұрақты тоқ еркін электрондардың тұйық тізбек арқылы қалыптасып, бағытталған қозғалысы болып табылады. Сұлбаларда тоқ пен кернеудің оң бағыттарын плюстен минуске қарай бағдарланған нұсқамалар арқылы шартты түрде белгілеу қабылданған. Енді осы шартты белгілерге тоқтала кетейік. Алдарыңызда мемлекеттік стандарт бойынша бекітілген шартты белгілер. Электр шамы, электрическая лампочка, бөлб. Электр қоңырауы, электрический звонок, электрик, бөлб. Генератор, generator. Қозғалтқыш, двигатель, энгайн. Амперметр, амметр. Балқитын, сақтандырғыш, тугоплавкий, предохранитель, refractory, fuses. Кедергі, резистор. Вольтметр, волтметр. Гальваникалық элемент, гальванический элемент, гальваник кол. Гальваникалық элемент батареясы, батарея гальванического элемента, battery of galvanic coil. Электромагнит, электромагнитный. Клеммалар, қысқыштар, клеммы, зажимы, terminals, clamps. Кілт, ключ, key. Реостат, реостат. Сабақты бекіту үшін тапсырма. Сәйкестіктерін тап. Алдарыңызда шартты белгілер, электр сұлбаларында бейнеленетін шартты белгілер және олардың атаулары. Осы атауларды бір-біріне дұрыс қосу арқылы тапсырманы орындаймыз. Мысалы, амперметрдің өзінің атауын өзіне қосу керек. Сол кезде тапсырма дұрыс орындалғаны. Тексереміз. Мысалы, электр қоңырауы, оның тапсырманың дұрыс орындалмағаны. Оны ажыратып, электр қоңыраудың өзінің шартты белгісіне өзінің атауын сәйкестендіреміз. Тексереміз. Дұрыс тапсырма дұрыс орындалғаны. Назарларыңызға рахмет.